көрермендерім, мені қолдап, комментарий қалдырып, подписка жасап, және де колокольчикті басып қоятын болсаңыздар, мен үшін ол өте маңызды. Мен сіздерге алдағы уақытта өзіме керемет болып пайдасы тиіп жатқан зікірлермен алдағы уақытта бөлісетін боламын. Және де соны жіберіп алмасы үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Байлық жинау және қарыздан құтылу үшін жасалынатын дұға. Баршаларыңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін мен сіздермен керемет дұғаны бөліскелі отырмын. Бұл деген Алланың 99 есімінің бірі Әл-Муғни, байытушы, мұқтаждықтан босатушы. Бұл есім Алланың қалағанына байлық беруші және қалағанына бар қажетін өтеуші екендігін білдіреді. Байытуды тек бір Алладан ғана сұраған жөн. Қазіргі таңда барлық өнімдердің барлығы, мысалы продукты, жеп жатқан продуктілеріміз, және де күнделікті қажетті өнімдердің барлығы асқақтап, бағасы өсіп кеткен, және де айлық өспеген. Соның салдарынан көптеген адамдар қарызға кіріп жатады, және де кредитке кіріп жатыр. Міне, сол себептен көп адамдар күйзеліске түсіп, отбасымен ұрыс-керіс болып, қиналысқа түсіп жатады. Енді мен сіздерге айтқым келеді, ешқандай да асып-сасудың қажеті жоқ. Бұл деген сынақ дүние. Егер де сіз қолыңызды жайып, Алланың осы 99 есімін Әл-Муғниді 10.000 рет күніне айтып, және де қасына астағфирулланы айтып, және де салауат айтып, салауаттан кейін тағы да бір дұға бар, мен соны айтатын болсаңыздар, сізді жай ғана қарыздан құтылатын ғана емес, сонымен бірге байытып та жіберу мүмкіндігі бар. Қазір мен сіздерге соның бәрін бөліспекпін. 10.000 мәрте айту керек Әл-Муғниді. Әл-Муғниді 10.000 рет айтқаннан кейін Алладан кешірім сұрау дұғасын міндетті түрде айтуымыз керекпіз. Яғни адам болғаннан кейін күнә жасамай тұрмаймыз, біреуді ғайбаттап қоюымыз мүмкін, біреуді ренжітіп қоюымыз мүмкін, әке-шешелерімізді ренжітіп қоюымыз мүмкін. Сол себепті астағфируллахи-лазим уа атуби илайх. Яғни осыны 100 мәрте айтсаңыздар болады, немесе қысқаша астағфируллах, астағфируллах. Астағфируллахты 100 мәрте айтсаңыздар да болады. Енді пенде болғаннан кейін күнәсіз жүрмейміз, күнәсіз тек қана бір Алла. Бұның қазақша мағынасы Аллах тағаладан күнәларымның кешіруін сұраймын және одан тәубе етемін дегенді білдіреді. Қазір енді көлік айдап келе жатып та біреулерге қатты сөйлеп қалып жатамыз, немесе қарыз сұрап келіп отқан адамдарға да қажетін өтегеннен кейін қатты сөйлемеуіміз керек. Біз оған да қатты сөйлеп қоюымыз мүмкін. Пенде болғаннан кейін күнә жасамай тұрмаймыз. Күнәсіз тек қана бір Алла екенін білеміз. Пенденің бәрі күнәһар. Сол себепті міндетті түрде астағфируллахты айтамыз. 100 мәрте айтуға тиістіміз. Әрбір дұғада астағфируллах міндетті түрде айтылу керек. Және де одан бөлек Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның салауаттарының түрі көп. Өздеріңіз қысқа түрі бар, ұзақ түрі бар. Өздеріңіз қалағандарыңызды айтасыздар. Мен намаздағы салауатты қойып кеттім. Аллахумма салли аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун мажид. Аллахумма барик аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун мажид. Бұл намазда айтылатын салауаттың бірі. Бұдан бөлек салауаты нария деген керемет, тамаша салауат бар. Оны 41 рет оқысаңыздар, міндетті түрде дұғаларыңыз қабыл болады. Салауатты міндетті түрде 100 мәрте оқығандарыңыз дұрыс. Және де одан бөлек байлық жинау және қарыздан құтылу үшін жасалынатын керемет дұға бар, зікір бар. Яғни оны міндетті түрде қосып айтасыздар, яғни 100 мәрте оқуларыңыз керексіздер. Бұл тоже жаңағындай байлық дұғасы. Аллахумма хфини би халялика ан харамика вагнини би фадлика амман сиуак. Мына осыны 100 мәрте айтуларыңыз керексіздер.
Бұл өте тамаша зікірлердің бірі. Бұның қазақша мағынасы: «О Алла, харамға бет бұруға мұқтаж болмас үшін маған рұқсат етілген нәрселерден ризық бере көр, және сенің мейіріміңмен сенен басқа ешкімге мұқтаж емеспін» дегенді білдіреді. Мінекей, пенде болғаннан кейін зікірде жүргеніміз дұрыс. Бұны да сіздер міндетті түрде 100 мәрте айтуларыңыз керексіздер. Мына осы дұғаларды жасап отырсаңыздар, жай ғана қарыздан ғана қылып қана қоймай, сонымен бірге байыптай кетулеріңіз мүмкін. Яғни сіз бұны шынайы жүрекпен, сенім артып отырып оқығаныңыз дұрыс. Осы зікірлерді айтып жүріп, көп адам бай болып, миллионер болып, байып кеткен адамдар аз емес, өте көп. Мінекей, мен сіздерге қайта-қайта жазып кеттім. Өздеріңіз скриншоттап алып тұрып, осыны күніне зікір айтып отырыңыздар. Алланың 99 есімі Әл-Мұғниді міндетті түрде 10.000 рет айтасыздар. Салауат пен астағфируллахты және де жаңағы айтып кеткен зікірді 100 мәртеден айтатын боласыздар. Ал достар, егер де менің осы видеом сіздерге ұнаған болса, комментария қалдырыңыздар. Қандай зікір жасағанымды қалайсыздар, соны да жазып жіберсеңіздер, мен міндетті түрде орындайтын боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен көптеген зікірлерді салатын боламын. Соны жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Ал жақсы, сіздерге Алланың нұры жауы байлыққа нәсіп етсін. Сау саламатта болыңыздар.